Англиядағы алғашқы жұмыс күніміз. Таңғы сағат 5:15-те ояндық. Осылай күйеуім екеумізге жұмыртқамызды дайындап, одан кейін өзіміздің жылы киімдерімізді киіп дайындалдық. Себебі бүгін Англияда біздің тұрған жерімізде 100% жаңбырды көрсетіп тұр. Яғни ол таң атқаннан кеш батқанға дейін тоқтамай жаңбыр жауады деген сөз. Жұмыс уақыты 6:30 деген. Осылай бізді списокке өзіміздің аты жөнімізді белгілеп алды. Әрі қарай біз бірінші күн болғандықтан бізге керекті заттарды берді. Кесетін заттарын, салатын заттарын деген сияқты қолбақтарды берді. Мына жерде жаңбыр қатты жауып тұр. Таңғы сағат 6:30. Міне сіздерге көрсетейін дедім. Осындай жаңбырдың астында жұмыс істейміз. Әрі қарай бізді машинамен алып кетті. 1,5 сағаттық жерге, өте алыс болды. Бір командада 80-дей адам жұмыс жасайды екенбіз. Мына жерде келдік. Бүткілдер батпақ, мынау гүл теретін полямыз. Мына жерде барлық гүлдер өсіп тұр. Бізді ең алғаш келгеннен кейін бізге күте тұрыңдар деп айтты. Қалған кісілерге бүгінгі күннің нормасын және қанша теретіндіктерін, қалай жақтан бастайтындықтарын вайзер дейді, сол кісі түсіндіріп жатыр. Бұл гүл ағылшындардың ең сүйікті гүлдері, дастарханға қоятын. Осы уақыттарда жаңбырлы маусымдарда ғана шығады екен. Сосын бұны супермаркеттерінде сатады. Мына жерде қалай теретіндіктерін түсіндіріп жатыр бізге. Жұмысты бастадық, реттан жиып, сосын артынан барлық теріп жатқан заттарымызды осындай ящикке салып, өзімізге берген номермен тракторге апарып өткізеді екенбіз. Мына жерде өткіздік, сосын келесі поляға алып кетті бізді. Адам деген өте көп, алды мына жақта, арты ана жақта. Әйтеуір жүріп жатыр, не болып кеткенін білмедік. Біресе анда бардық, біресе мында бардық. Сосын жаңбыр жауды, жаңбыр таңертеңнен бастап жауып жатыр ғой. Сосын андай бұршақ жауып кетті. Ал мен бүгін қанша таптым? Алғашқы күні Англияның ақшасымен 109 фунт, ал Қазақстанның ақшасымен 74.000 теңге. Бірінші күн, алғашқы күн үшін қалай? Сонымен осылай кеш бата қайттық, 9 сағаттық жұмыс істеп. Өткізген гүлдеріміздің бәрін осылай трактор алып кетті. Әрі қарай Бахаусқа апарады, сол жақта жұмыс жасалынып супермаркетке шығады.